Пайғамбарымыз, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, бізге қалай шапағатшы болады? Мұсылман үмметі Алла елшісін жақсы көргені секілді, пайғамбарымыз да, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, үмметін өте қатты жақсы көрді. Тіпті жанындағыларды сахабаларым десе, өзінен кейін келетін біздер мен ақыретке дейінгі келетін мұсылмандарды бауырларым деп өзіне жақын тартқан. Әнәс ибн Малик радиаллаху анху былай дейді: бір күні Алла елшісі, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, Әбу Бәкір және Омармен бірге Айшаның үйінде болатын. Мен ол кезде жасым 15 еді. Алла елшісі, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын: шіркін, бауырларыммен жолыққанда ғой, оларды қатты сағындым дейді. Сонда Әбу Бәкір: уа Алланың елшісі, біз сенің бауырларың емеспіз бе деп сұрағанда, пайғамбарымыз оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын: сендер менің сахабамсыңдар, менің бауырларым мені көрмегендер, мені растап иман келтіргендер, мені қатты жақсы көретіндер. Тіпті олар мені өзінің баласынан да, әкесінен де артық жақсы көреді. Ей Әбу Бәкір, мен сені жақсы көргенім үшін олар сені де жақсы көреді. Мұны қаламайсың ба? Деп сұрағанда Әбу Бәкір: қалаймын Алланың елшісі, дейді. Сонда Аллах елшісі оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын: менің саған деген сүйіспеншілігім үшін олар сені жақсы көреді, мен де оларды жақсы көремін, дейді. Осылайша Алла елшісі, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, өзінен кейін келетін мұсылман үмметін қатты құрметтейтінін, тіпті өте жақсы көретінін білдіріп, оларды бауырларым деп атаған. Алайда дүниеде бауырларын көрмесе де, ақыретте өзінен кейінгі келген үмметінің баршасын қалайша танитындығын мына сөзмен түсіндіреді. Абу Хурайра радиаллаху анху риуаят еткен хадисте Алла елшісі, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, бір күні мазарға барып: ей қабір иелері, Алланың сендерге сәлемі болсын, иншалла бір күні біз де сіздердің қатарларыңа қосыламыз, дейді. Артынша: бауырларымды сағындым, оларды көргім келеді, дейді. Сонда сахабалар: Алланың елшісі, біз сенің бауырларың емеспіз бе? Деп таңданғанда, Аллах елшісі, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын: сендер менің сахабамсыңдар, ал бауырларым әлі келген жоқ, деп сөзінің астарын түсіндіреді. Артынша сахабалар: Алланың елшісі, үмметіңнен әлі келмегендерді қалайша танисың деп сұрағанда, Алланың елшісі, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын: бір адамның маңдайы қасқа, аяқтары алаты болса, оны бір топ қараттардың ішінен тани ала ма? Деп сұрайды. Сахабалар: әрине, тани алады, деп жауап береді. Артынша Алла елшісі, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын: менен кейін келетін бауырларым да дәрет алғандықтан жүздері мен аяқтары нұрлы күйде жарқырап келеді. Мен олардан бұрын жәннатқа барып, бұлақтың басында қонақ ету үшін күтемін деп, ақыретке дейінгі келетін үмметін қалай танитындығын, әрі оларды күтетіндігін айтқан. Алла елшісі, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, өзін көрген сахабаларды да, өзінен ақыретке дейін келетін бауырларын да қатты жақсы көреді. Екі дүние сардары Мұхаммед, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, өте мейірімді, әрі кешірімді. Құран-ы Кәрімде пайғамбарымыз Мұхаммедтің, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, асқан мейірімді, үмметіне жанашыр екендігін бейнелеп, үмметінің қиналғаны оған ауыр келетінін білдіріп былай деген: расында сендерге араларыңнан ардақты бір пайғамбар келді. Қиналғандарың оған ауыр тиеді. Сендерге өте ынтық, муминдерге өте жұмсақ, ерекше мейірімді. Тәуба сүресі 128 аят. Аяттағы Рауф, Рахим Алла тағаланың көркем сипаттарына жатады. Алайда пайғамбарымыздың үмметіне деген шексіз мейірімінен, жұмсақтығынан Аллах тағала бұл екі сипатты пайғамбарымызға, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, берген. Осы сәтке дейін ешбір пайғамбарды мұндай Алланың екі көркем сипатымен сипаттаған емес. Аятта мұсылмандардың қиналғандары оған ауыр келетін айтылған. Біреу ауырса, дереу өзі баратын, немесе біреуді жіберіп, жағдайын сұраттыратын. Аш болса, қолындағыны жұмсап, қажетін тауып беретін. Бір хадисінде, кімдегі артына дүние қалдырса, ол туыстарына қалады. Ал кімдегі артынан қарыз немесе бағуға мұқтаж адам қалдырып, дүниеден озар болса, қарызының өтелу мен бағылуы керек адамға мен жауаптымын деп уәде еткен.
Бір сөзінде Алла елшісі оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын. Шындығында мен сіздерге әке секілдімін деп мұсылман үмметіне қаншалықты жақын, жанашыр екендігін әке мен баланың қарым-қатынасына ұқсатқан. Әке баласына қалай мейірімді, тіпті тапқан табысы мен өмірін соған арнаған болса, пайғамбарымыз да өмірін үмметіне солай бағыштаған. Құранда пайғамбарымыздың оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, жұбайлары мүміндердің аналары екендігі айтылса, бұл хадисте пайғамбарымыз оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, барша мүміндердің әкесінде жанашыр екендігін білдірген. Алла елшісі ақиретке дейінгі мұсылман үмметінің барлығы үшін дұға етіп жалбарынатын. Түнгі тәтті ұйқысын бұзып, жылы төсегінен тұрып таң атқанға дейін үммет үшін Алла тағалаға жалбарынып дұға тілейтін. Айша анамыз радиаллаху анха былай дейді: бірде көңілді күйін көріп, «Уа Алланың елшісі, мен үшін дұға тілейсің бе?» дедім. Ол: «Алла тағалам Айшаның өткен және келер, жасырын және жария күнәләрін кешіре көр» деді. Айша радиаллаху анха бұған қатты қуанды. Сонда пайғамбарымыз оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын Айшаға: «Бұл дұғам сені қуантты ма? Алланың атымен ант етейін, шындығында бұл дұғаны үмметім үшін әр намазда оқимын» деген. Барша пайғамбарларға жауапсыз қалдырылмайтын бір дұға нәсіп етілген. Алайда олар дұғаларын дүниеде қолданды. Ал Мұхаммед пайғамбар оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын дұғасын ақыретте қалдырды. Ақыретте үмметінің қиын сәтінде шапағат ету үшін сақтады. Қайта тірілгенде, қыл көпірде, есеп бергенде қол үшін сосып үмметін уайымдап жүреді. Дүниеде баласы үшін жанын беруге дайын ана, қорқыныш пен үрейлі махшар күні баласынан қашатын күн туады. Міне, осындай күні тіпті пайғамбарлардың барлығы өз басын уайымдауға көшкенде, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам үмметім, үмметім деп үмметінің жағдайына алаңдайды. Пайғамбарымыз оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын қыл көпірден өтіп бара жатқанда үмметінен кейбіреулерінің жолда қалып қойғандығын біледі. Ол күні мейірімді пайғамбарымыз оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын көпірдің басында тұрады. Үмметі қыл көпірден өтерде астындағы тозаққа түсуден қауіптеніп: «Уа Мұхаммед, бізге жәрдем бер» деп жалбарынып жатқанда, Алла елшісі оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын: «Уа Раббым, үмметім, үмметім, мен бүгін өзімнің жағдайымды, тіпті қызым Фатиманың да жағдайын ойламайым. Мен үмметімді қалаймын» деп Аллаға жалбарынады. Бір хадисте Алла тағаладан бір періште келіп үмметінің жартысын жәннатқа кіргізумен ақыретте шапағат ету арасында таңдауым тұсынды. Мен ақыретте шапағат етуді таңдадым. Шапағат өте кең, әрі жеткілікті. Сіздер бұл шапағат тек қана үмметімнің тақуаларына ғана бұйырады деп ойлайсыздар ма? Ол үмметімнің қателік пен күнә істегендеріне, күнәға белшесінен батқандарға да деп жәннатқа үмметінің жартысы емес, шапағат мен барлығының кіруін қалайды. Пайғамбарымыз о дүниеде үмметінен кейбіреулердің өте қиын жағдайға тап болып, шапағатынан да мақрұм қалатындығын сөз етеді. Бұлай болуы олардың күнәләрінің ауырлығынан болса керек. Сондықтан ақыреттің ауыр жағдайына тап болмау үшін үмметінің тозаққа түсуін қаламайтын пайғамбарымыз мені ұятқа қалдырмаңдар деп мол ғибадат жасауымызды ескерткен. Видео ұнаса, лайк басып, арнама тіркеліп, қоңыраушаны баса кетіңіз. Келесі видеода кездескенше, ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.